Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен бірге 11-51 нұсқасының химия пәнін бірге қарастыратын боламыз. Бірінші сұрағымыздан бісміллә деп бастайық. Температураны 30 градустан 60 градусқа көтергендегі реакция жылдамдығының артуы дейді. Енді сіздерге бұл жақта бір өтінішім бар. Жалпы осы талдауды қарамастан бұрын осы тесттерді өзіңіз жасап көріңіз. Яғни 1-ден 30-ға дейін сандарды жазып қойыңыз. Әрқайсысына мысалы 1, Б, 2, С деген сияқты жауаптарын жазып қойыңыз өздеріңіздің. Содан кейін ғана барып, осы видеоны көре отыра өзіңіздің жауаптарыңызды плюс немесе минус деп белгілеп отырсаңыз, өзіңізге де пайдалы болады. Ал енді бастайық. Яғни бізде температуралық коэффициент берілген бұл жағдайда. Температуралық коэффициент бізде гамма. Жалпы формуласын жазатын болсақ, Т2 минус Т1 бөлінген 10. Бұл жақта Т2 мен Т1 дегеніміз соңғы және бастапқы температура. Яғни температуралық коэффициентіміз 2. Ал 60-тан енді азайтамыз 30-та. Және бөлеміз 10-ға. Сонда 2-нің 3 дәрежесі шығады. Яғни бұл 8-ге тең. Сонда реакциямыз бізде 8 есе артқан екен. Бұл жалпы Ван Ков ережесі. Температураны әр 10 градусқа көтерген сайын реакцияның жылдамдығы 2-4 есе артады дейді. Бірінші сұрақтың жауабы А болады. Келесі екінші сұрақ. Ионды кристалдық тор түйіндерінде орналасады. Әрине, егер кристалдық торымыз ионды болса, онда бізде иондар орналасады. Молекулалық кристалдық торларда бізде молекулалар орналасады. Атомдық кристалдық торларда бізде атомдар орналасады. Ал металдық кристалдық торда бізде әрине металл атомдары мен металл катиондары орналасады. Ал олардың арасында бос электрон газы болады екен. Келесі үшінші сұрағымыз. Асқазандағы зиянды заттарды жоятын дәрі. Бұл бізде карбален. Карбаленді біз басқаша белсендірілген көмір ретінде білеміз. Белсендірілген көмір. Бұл айтқанда активированный уголь. Яғни осындай атпен танымал. Бұл басқаша атауы карбален. Келесі, екідайлық қосылыстар түзеді дейді. Жалпы бізде екідайлық қосылыстар түзетін металдар барлығы бізде 3 валентті немесе 4 валентті еді. Негізінен. Бірақ 2 валентті металдардың арасында бізде 4 металымыз негіздік емес, екідайлық қасиет көрсетеді. Бұл айтқанда 4 металымыз исключение. Олар жазып шығатын болсақ, бериллий, мырыш, қорғасын және қалайы. Осы 4 металымыз негіздік қасиет емес, екідайлық қасиет көрсетеді екен. Сонда жауабымыз бізде А болады. Ары қарай, крахмалдан алынатын дисахарид. Крахмал біз білеміз, ол бізде полисахарид. Крахмалдың бұл айтқанда гидролизі кезінде ең алғаш бізде дисахарид түзіледі. Ол дисахаридіміз бізде мальтоза. Ал мальтозадан кейін ғана барып бізде моносахаридіміз глюкоза түзіледі. Сонда бұл жақтағы жауабымыз әрине мальтоза. Жауабымыз С. Келесі, 6-шы сұрақ. Амин қышқылы дейді. Амин қышқылы бізде күрделі органикалық қосылыстар. Яғни құрамында бізде 2 топша болу керек. Біріншісі амин топшасы, ал екіншісі карбон қышқылдарының топшасы болу қажет. Бұл айтқанда карбоксил топшасы. Осы 2 топ болатын болса, онда ол амин қышқылына жатады. Біріншісі пропиламин дейді. Пропил дегеніміз С3H7 деген радикал, және амин десе NH2 тобы бар. Яғни құрамында карбоксил тобы жоқ. Метиламин, бұл да бізде қарапайым аминге жатады. Яғни метил, CH3 және NH2. Келесі, анилин. Анилин бізде бензол сақинасы бар, яғни ароматты амин. Жалпы молекулалық формуласы С6H5NH2. Және глицерин дегеніміз бізде мөлде 3 атомды спирт бұл жерде. 3 атомды спирт. Яғни бұл мөлден бізде амин қышқылына жатпайды екен. Сондықтан, бұл айтқанда, дұрыс емес жауаптарды алып тастаған кезде бізде дұрыс жауабымыз әрине лицин шығады. Лициннің басқаша, бұл айтқанда,
халықаралық номенклатурасы 2 амин 4 метил пентан қышқылы. Ары қарай өтейік. Келесі 7-ші сұрағымыз. Құрамында 22 атом сутек бар алканның салыстырмалы молекулалық массасы дейді. Енді бұл жағдайда біз алкандардың жалпы формуласын білуіміз қажет. Яғни ол CnH2n плюс 2. Сонда 2n плюс 2 дегеніміз сутектің индексі бұл айтқанда. 2n плюс 2-міз бізде 22 деп тұр міне. 22 атом бар дейді. Сонда 2n тең 20-ға және n-іміз 10-ға тең болып кетеді екен. Сонда көміртегіміз 10, сутегіміз 22 болып тұр. Ары қарай енді салыстырмалы молекулалық массасын есептейтін болсақ, бізде 10 көміртек бар, әрқайсының массасы 12-ден және 22 сутек. Сонда 120-ға қосамыз 22-ні, сонда 142 шығады. Жауапты Б деп белгілейміз. Келесі 8-ші сұрақ. Азот бойынша тығыздығы 1,7-ге тең алкан формуласы дейді. Жақсы. Яғни салыстырмалы тығыздық бізде D әрпімен белгіленеді. Яғни белгісіз бір алкан, CnH2n плюс 2, азот бойынша дейді. N2. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни алканның малярлық массасы азоттың малярлық массасынан 1,7 есе ауыр дейді. Мына жақта 2-ні қылмайды, 2-ні алып тастайық. Сонда біз алканның молекулалық формуласын анықтау үшін малярлық массасын анықтау үшін біз 1,7-ні 28-ге көбейтетін екенбіз. Сонда малярлық масса CnH2n плюс 2 тең болады 1,7 көбейту 28. Сонда бізде 30-ға тең болады. Енді біз араларынан таңдаймыз. Кімнің бұл айтқанда молекулалық массасы 30-ға тең болады екен. Метан енді біз CH4, яғни 12-ге 4 қоссақ 16. Метан келмейді енді. Пентан C5H12. Бұның массасы өте жоғары. Этан C2H6. 24 қосу 6 30. Сонда 8-міз С болады. Енді пропан C3H8, бутан C4H10. Бұл қарапайым алкандардың бұл айтқанда гомолог қатары. Ары қарай. Келесі 9-шы есебіміз тура осындай екен, бірақ бұл жақта цикл алкан берілген. Демек, қарайық. Біздің осы цикл алканымыз, яғни CnH2n, бізде алкандардың жалпы формуласы ауадан 1,93 есе ауыр екен. Сонда цикл алканның малярлық массасын анықтау үшін 1,93-ті ауаның малярлық массасына көбейтеміз. Әрине ол 29 грамм бөлінген моль. Тұрақты шама, е? Енді екеуін көбейтетін болсақ бір-біріне, бізде 56 шығады, е? 56 грамм моль. Енді 56, яғни жауаптардың арасында 56 грамм моль, ол кім екенін анықтаймыз. Немесе мына формула бойынша анықтай салуға болады. 12n қосу 2n тең болады 56-ға. Сонда 14n-іміз 56-ға тең болады да, n-іміз 4-ке тең болады. Яғни C4H8 деген сөз. Келесі. 10-шы сұрақ. Табиғатта магний маңызды минералдардың магнезит, доломит, карнолиттің құрамына кіреді. Сәйкес формулалар қатары дейді. Енді бұл таза теориялық сұрақ, біз жай ғана білуіміз қажет. Енді магнезит деп отқанымыз бізде магний карбонаты. Магний карбонаты бізде магнезит. Яғни қарайық, бірнеше жауапты сызып аламыз. Мысалы, бір жауабын сызып аламыз, және Д жауабын сызып тастай аламыз. Сәйкес формулалар деп тұр, е? Ары қарай, келесі минерал бізде доломит. Доломит деп отқанымыз магний карбонаты мен кальций карбонаты. Бұл бізде доломит деп аталады. Яғни тағы да іріктеудің нәтижесінен біз С жауабын алып түсеміз. Сонда бізде екі кандидат қалып тұр бұл айтқанда.
Және соңғысы карналит, ол бізде күрделі жаңағы қосылыс. Бұнда калий хлориді бар, магний хлориді және 6 молекула су. Бұл бізде карналит деп аталады. Сонда дұрыс жауап бізде А болады екен. А жауабы дұрыс. Келесі 11-ші сұрақ. Ядросында нейтроны көп элемент атомы дейді. Жақсы. Бұнда яғни бізде элемент тұрады. Оның жоғарғы жағында бізде салыстырмалы атомдық массасы тұрады. Ал төменгі жағында бізде реттік нөмірі немесе протон саны тұрады. Сонда бізде жалпы нейтрон санын анықтау үшін салыстырмалы атомдық массасынан протон санын алып тастайды екенбіз. Сонда бізде нейтрон саны шығады екен. Мысалы, хлор атомын қарастырайық. Хлорда бізде 17-де 35. Сонда бұның атом құрылысын жазатын болсақ, 17 протон, 18 нейтрон және 17 электрон. 18 нейтроны бар екен хлордың. Келесі калийдікі 19-да 39. 19 протон, 20 нейтрон және 19 электрон бар калийде. Жақсы, басқаларыныкінде есептеп көрейік. Келесі кандидатымыз натрий. Натрий 11-де 23. 11 протон, 12 нейтрон, 23-тен 11-де айтамыз, және 11 электрон қалады. Жарайды. Аргонды қарастырайық. Аргон бізде 18-ші элемент, салыстырмалы массасы 40. 18 протон, 40-тан 18-де айтамыз. 22 нейтрон және 18 электрон. Және соңғысы неон. Неонды біз периодтық кестені қарап жүрейік. Міне неон 10-да 20 дейді. Яғни реттік нөмірі бізде 10, салыстырмалы атомдық массасы 20. Сонда 10 протон, 10 нейтрон және 10 электрон. Сонда ең көп нейтрон саны бізде жаңағы аргон элементінде екен. 22 нейтрон бар. Сондықтан жауап Д болады. Келесі 12-ші сұрақ. Ас тұзының формуласы және құрамындағы металдың массалық үлесі дейді. Енді бұл жақта ас тұзы деп тұр, Ас тұзының формуласын барлығымыз білеміз. Ол кәдімгі натрий хлориді. Сондықтан жауап Е деп бірден белгілеп кетсек болады бұл жағдайда. Енді себебі басқа қосылыстар бізде ас тұзы емес. Тек қана натрий хлориді. Ал егер оның металдың массалық үлесін табатын болсақ, ең бірінші бұл қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасын табамыз. Яғни 23-ке 35,5 қосамыз. Сонда 58,5. Сонда натрий хлоридінің құрамындағы металл дейді. Яғни натрийдің массалық үлесін табу үшін натрийдің салыстырмалы атомдық массасын бөлеміз жалпы қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасын. Және 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде 23-ті бөлеміз 58,5-ке және 100-ге көбейтеміз. Сонда 39,3% шығады. Бірақ мұны есептеудің қажет жоқ. Енді дәл осы есепте. Басқа формулалар бізде ас тұзы емес. Тек қана Е жауабы ас тұзы. Сондықтан Ені белгілеп келесі сұраққа көше береміз. Келесі 13-ші сұрақ. Пропанальдың класс аралық изомері. Енді аты айтып тұрмыз. Пропаналь дейді. Пропан дегеніміз 3 көміртек. Яғни 3 көміртек атомы және соңғысында альдегид топшасы. Міне осындай қосылысымыз бізде пропаналь деп аталады екен. Жалпы альдегидтердің класс аралық изомері, мына жазып қойып, альдегидтің изомері бізде кетондар. Яғни осы екі класс, бұл айтқанда, бір-біріне изомер. Біріншісі бутанал дейді. Енді бұл аты айтып тұрмыз. 4 көміртек және альдегид. Бұл мүлдем болмайды енді. Спирт емес, міне пропанолды алып тастай аламыз. Этанолды да алып тастай аламыз. Яғни бұлар класс аралық изомер болмайды. Енді сонда бізде ацетон мен бутанон шығып тұр. Енді бұл қосылыстарды білмейді деп ойлайық. Енді бутанон дегеніміз өзі 4 көміртек. Ал бізде пропанальда 3-ақ көміртек. Бірінші, екінші және үшінші. Бутанонды алып тастасақ болады.
Ең соңғы жауап ацетон қалады. Бұл әрине дұрыс жауап. Ацетон дегеніміз былай айтқанда, міне құрылымдық формуласын көрсек, міне осы қосылыс бізде ацетон. Яғни екеуінде молекула формасы бізде С3, H6 оттегі. Міне екеуінікі де осындай. Пропанальдікі де, ацетондікі де. Ацетонның басқаша атаулары да кездеседі бізде. Бірінші, екінші, үшінші. Бұл бізде пропанон деп кездеседі. Бірақ бізде жауапта ондай болған жоқ. Пропанон. Пропанон, ацетон екеуі бір қосылыс. Және екіншісі ол диметил кетон. Осындай бірнеше атау бар. Дұрыс жауабымыз бұл болады. Келесі. 14-ші сұрағымыз. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығым 70% болса, 4 литр этаннан түзілетін этиленнің көлемі дейді. Жақсы, реакциямыз енді айқын болып тұр. Яғни этан дейді, С2H6. Біз одан этилен аламыз, яғни С2H4. Әрине бұл дегидролену реакциясы. Сутегі бөлінеді. Енді келесі. 4 литр этан дейді. 4 литр деп қойық. Енді бұлар бізде барлығы газдар. Бірінші ескеретін жағдай. 4 литрден бізде реакциямыз теңесіп тұр. 4 литр этилен түзілу керек еді негізі. Бірақ бізде шығым бар 70%. Сондықтан этиленнің практикалық көлемін анықтаймыз. Сонда 4-ті, осы 4 литрді көбейтеміз 0,7-ге, яғни 70%-ның сандық мәніне 2,8 литр болады екен. 2,8 литр, яғни 14-дің жауабы. Келесі 15-ші сұрағымыз. Қорғасын эквивалентті нитраты арқылы көлемі 11,2 литр күкіртсутек газын өткізгенде түзілген тұнбаның массасы дейді. Жарайды, енді бізде берілген жазатын болсақ, күкіртсутек, яғни H2S-тің көлемі бізде 11,2 литр. Осыны ары қарай қорғас нитратымен әрекеттестірген. Бірден зат мөлшерін анықтап жүрейік күкіртсутектің. Яғни бұл газ В бөлінген ВМ 11,2-ні бөлеміз 22,4-ге. Сонда 2-ден 1, яғни 0,5 моль шығады. 0,5 моль. Ары қарай реакция жазайық. H2S, яғни күкіртсутегіміз қорғас нитратымен әрекеттесті. Қорғас нитрат. Нәтижесінде қорғасын сульфиді түзілді және азот қышқылы. H2O3. Теңестіреміз. Азот қышқылының алдына 2 қоямыз. Түзілген тұнба дейді. Ол әрине қорғасын сульфиді. Енді реакция бойынша бізде тек қана күкіртсутек, яғни реагенттің біреуінің ғана зат мөлшері берілген. Күкіртсутегіміз 0,5 моль дейді. Яғни қарастырайық. Күкіртсутегіміз 1 моль болатын болса, қорғасын сульфиді де 1 моль түзілуші еді. Яғни екеуі бірдей. Бірақ бізде 0,5 моль реакция түсті, демек 0,5 моль қорғасын сульфиді түзілді. Ары қарай енді қорғасын сульфидінің массасын анықтаймыз. Бізге зат мөлшері белгілі. Сонда қорғасын сульфидінің массасы тең болады. Зат мөлшерінің малярлық массаға көбейткенде. Зат мөлшері 0,5, малярлық массасын есептейік. Қорғасынымыз 207, күкіртіміз 32, яғни 239. 239-ды көбейтеміз 0,5-ке, 119,5 грамм түзіледі. Яғни 239-ның жартысы. Жауап бізде А болады. Ары қарай. 16-шы. Массасы 0,8 грамм натрий гидроксидімен фосфор қышқылы әрекеттескенде нәтижесінде гидрофосфат түзілу үшін дейді. Осы жерге дейін бір реакцияны жазып жіберейікші міне. Гидрофосфат дейді. Яғни натрий гидроксиді, азот емес, кешірім сұраймын, фосфор қышқылы. Нәтижесінде гидрофосфат түзілу керек. Яғни сутегі 1 деген сөз. H4. Ол үшін натрий 2 болу керек. Натрий 2, H4. Міне осы бізде гидрофосфат. Және су. Реакцияны міндетті түрде теңестіреміз. Натрийдің гидроксидінің алдына 2-ні қоя саламыз. Түзілу үшін жарайды. Ары қарай массалық үлесі 40%, тығыздығы 1,25 грамм миллилитр фосфор қышқылы ерітіндісінің көлемі дейді. Жақсы.
біріншіден қайтадан бізде бір ғана реагенттің массасы берілген, ол натрий гидроксиді. Оның зат мөлшерін анықтайық. Зат мөлшері натрий гидроксид тең болады массаны бөлеміз молярлық массаға. Массасы бұның 0,8 грамм, молярлық массасы 40. Сонда 0,2 моль. 0,2 моль. Бізге фосфор қышқылын табу керек қой. Бұл бізде 0,01 моль болады. 0,1 моль. Яғни 2-нің 1-ге қатынасы. Себебі. Яғни бұл жақта натрий гидроксидінің зат мөлшерін өзінің коэффициентіне бөліп, фосфор қышқылының коэффициентіне көбейтеміз. 0,1 моль шығады. Ары қарай. Сонда фосфор қышқылының массасы зат мөлшерін молярлық массаға көбейтсек. 0,1-ді 98-ге көбейтеміз. 0,198 грамм. Бұл бізде таза фосфор қышқылының массасы. Таза фосфор қышқылының массасы 0,198. Сонда бізге бірақ масса ерітіндіні анықтау керек. Масса ерітінді. Ол үшін жаңағы 0,198-ді бөлеміз 0,14-ге. Яғни 40% ерітінді істеді ғой. Сондықтан 0,14-ге бөлеміз. Бізге таза ерітінді анықтау керек. Сол кезде бізде 0,98-ді 0,198-ді бөлеміз 0,14-ге. 2,145 грамм шығады. Ары қарай ерітіндісінің көлемі деген соң. Яғни масса бізде тең болады тығыздық көбейтілген көлемге. Осы арқылы көлемді табатын болсақ, біз массаны тығыздыққа бөлуіміз керек. Ерітіндінің массасы 2,45 грамм. Бұны бөлеміз, міне тығыздығы есепте берілген. 1,125. Сонда бізде 1,96 миллилитр болады. Жауабы С. Ал енді ары қарай келесі есебімізге көшейік. Мыс пен концентрлі азот қышқылының әрекеттесуінің нәтижесінде 2,124 литр газ түзілгені болса, тотықсыздандырғыштың массасы дейді. Жарайды. Мыс концентрлі азот қышқылы. Концентрлі деп қойық. Бізде мыстың 2 валентті нитраты түзіледі. Ары қарай концентрлі болған соң азоттың 4 валентті оксиді және су түзіледі. Реакциямызды теңестірейік. Азот қышқылының алдына 4, NO2-нің алдына 2 және судың алдына 2-ні қоямыз. Яғни бұл жақта түзілген газымыз бізде ол әрине NO2. Оның бірден зат мөлшерін анықтаймыз. Көлемді бөлеміз молярлық көлемге. 0,1 моль шығады. 0,1 моль. Бұны реакцияға қойып 0,1 моль деп. Енді бұл жерде бізде тотықсыздандырғыштың массасы дейді. Тотықсыздандырғыш дегеніміз бізде тотығу дәрежесі өскен, бұл айтқанда қосылыс. Мыс бізде 0 болды, яғни жай заттың тотығу дәрежесі бізде 0. Ол реакциядан кейін мысымыз плюс 2-ге айналды. Және тағы өзгерген бір элементіміз ол бізде азот. Азот бізде плюс 5 болды. Плюс 5-тен ол плюс 4-ке дейін ауысты. Енді кім тотықсыздандырғыш болады екен? Қарайық. Мысымыз бізде. Мыс 0-ден плюс 2-ке дейін ауысты. Яғни мыс металл болғандықтан ол 2 электронын беріп жеріп катионға айналды. Бұл бізде тотығу процесі. Бұл затымыз бізде тотықсыздандырғыш болады. Яғни тотықсыздандырғыш дегеніміз бізде мыс екен. Сонда мыстың массасын сұрап тұр. Мыстың массасын енді жаңағы зат мөлшері арқылы есептейміз. 0,1 моль бізде алдына коэффициент 2, яғни 0,1-ді 2-ке бөлеміз мына жақтағы, және 1-ге көбейтеміз мыстың алдындағы коэффициентке. Сонда 0,105 моль мыс шықты. Ары қарай мыстың массасын анықтаймыз. Зат мөлшерін молярлық массаға көбейтеміз. 0,105-ті 64-ке көбейтеміз. Сонда яғни
64-тің былай айтқанда 5% ғой. 10% бізде 6,4 болады. Ал 10-ның жартысы бізде 6,4, 10-ның жартысы бізде 3,2 грамм болады. Сонда 3,2. Жауабымыз С. Келесі 18-ші. 176 грамм екінші топтың А топшасының металы тұз қышқылымен әрекеттескенде 318 грамм тұз түзілді дейді. Белгісіз металымыз қандай? Реакцияны жазайық. Яғни металымыз тұз қышқылымен әрекеттескен. Сонда енді екі валентті деп тұр, яғни металл хлор 2 және сутегі газы бөлінеді. Реакцияны теңестіреміз. Тұз қышқылының алдына 2 түседі. Енді ары қарай бізде 176 грамм металл бар. Бұл жақта біз металдың малярлық массасын X деп алайық. X грамм моль. Сонда бірінші кезекте металдың зат мөлшерін анықтайтын болсақ, біз массаны бөлеміз малярлық массаға, яғни 176-ны бөлеміз X-ке. Ал металл хлоридінің малярлық массасын зат мөлшерін анықтайтын болсақ, онда 318-ді бөлеміз металл хлоридінің малярлық массасы бізде X қосылған 71 болады. X қосылған 71. Яғни бұл екеуі бізде реакция бойынша тең. Қараңдар. Металдың алдында коэффициент 1, металл хлоридінің алдында да коэффициент 1. Яғни бізде 176 бөлінген X тең болады 318 бөлінген X плюс 71-ге. Ары қарай демек, осы бұл айтқанда пропорцияны шығаратын болсақ, бізде есебіміз шығады. Сонда есептеу жүрек бірге. Енді 176-ны мына жаққа көбейтеміз, 318-ді X-ке көбейтеміз. Сонда 318X тең болады 176X қосылған 176 көбейтілген 171 болып қалады. 71 болып қалады. Сонда X-тен X-ті азайтамыз. X-терді бір жаққа жинаймыз. 318-ден 176-ны азайтсақ, бізде 142X тең болады. 176 көбейтілген 71. Сонда қараңыздар, 71 мен 142 қысқарады. 2X болып қалады. Сонда X-іміз тең болады. 176-ны біз 2-ке бөлсек, 88 шығады. Яғни металымыз 88 грамм моль екен. Ол бізде қараймыз стронций болады. Периодтық жүйеде, яғни стронций металы бізде малярлық массасы 88 грамм бөлінген моль. Келесі 19-ші есебіміз. Темір еквалентті гидроксидін ылғалды ауада тотықтырғанда шығымы 80%, 321 грамм темір 3 валентті гидроксид түзілді дейді. Жұмсалған оттектің көлемі. Енді былай қарап тұрсаң, есеп біршама қиындау сияқты, бірақ бұл жақта подсказкалар өте көп. Бастапқы реагентіміз бізде темір 2 валентті гидроксиді дейді. Феррум OH 2 еселенген. Ылғалды ауада дейді. Яғни ылғал дегеніміз су. Және ауа ол оттегі. Осының нәтижесінде бізде жаңағы темірдің 3 валентті гидроксиді түзілді дейді. Реакцияны міндетті түрде теңестіреміз. Жалпы теңестіруден шаршамаңыздар. Теңестіретін болсақ, 4 темірдің 3 валентті гидроксиді, 4 темірдің 2 валентті гидроксиді. Ары қарай сутектеріміз теңеспей қалды. Бұл жақта біз 8, бұл жақта 12, сондықтан мына алдын тағы 2 суды қоямыз. Міне реакциямыз теңескен сияқты. Оттектерін санап шығайық. Мына жақта 8, 10, 12. Мына жақта да 12. Енді дұрыс болды. Енді қарайық. Бізде шығым 80% дейді. Яғни мынау берілген массамыз бізде практикалық. Мынау бізде практикалық масса. Бірақ біз оны есептеп жатырмыз. Бізге теориясы қажет. Шығымның формуласы бізде масса практикалық бөлінген масса теориялық. Сонда теориялық массаны анықтаймыз келсе, біз практикалықты шығымға бөледі екенбіз.
масса практикалық шығымға бөлеміз. Шығымның бұл жағдайда сандық мән аламыз, себебі 100 көбейтілген 100% бар ғой, сонымен қысқартып жібереміз былай айтқанда. Сонда 321-ді бөлеміз 0,8-ге. 321-ді 0,8-ге бөлетін болсақ, 401,25 грамм. Яғни бұл бізде темір швалентті гидроксидінің практикалық, кешіріңіздер, теориялық массасы. Сонда, егер бұның енді зат мөлшерін анықтайтын болсақ, темір швалентті гидроксидінің, біз массасын бөлеміз молярлық массасына. Массасы бізде 401,25 бөлеміз молярлық массасына. Мына жақтарды кетіріп тастайын, қазір 1 минут. Кедергі келтірмесін. 401,25-ті молярлық массасына бөлеміз. Енді темір бізде 56 және 3 гидроксил, яғни OH тобы 17-ке өтсек 51. Сонда 7, 107. 401,25-ті біз бөлеміз 107-ге. Бөлеміз 107-ге. Сонда 3,75 моль шықты. Бұны апарып біз реакция теңдеуіне қоямыз. 3,75 моль. Ал оттегіміз қараңыздар. Оттегін табу үшін 375 мольді өзінің коэффициентіне бөлеміз. Яғни 4-ке бөлеміз де оттегінің коэффициентіне көбейтеміз. Оттегінің коэффициенті 1, сондықтан 0,9375. Ары қарай көлемін анықтайтын болсақ, зат мөлшерін молярлық көлемге көбейтеміз. 0,9375 көбейту 22,4. 21 литр болады. Бізде жауабы А. Келесі, 20-шы сұрақ. Минералды су құрамында натрий, калий, кальций катиондары мен хлор және сульфат аниондары бар дейді. Дистилленген судан құрамы ұқсас ерінді алу үшін ерітуге болатын тұздар қатары. Енді қарайық, яғни бізде натрий, калий, кальций иондары болу керек. Және хлор және сульфат аниондары болу қажет. Яғни осы катиондар мен осы аниондардан құралған тұздарды біз белгілейміз. Бұл жақта алып тастайтын дүниеміз бізде барий сульфаты мүлдем жатпайды. Біріншіден ол тұнба. Тұнба, яғни ол иондарға ыдырамайды. Кешірім сұрайын. Тұнба бізде иондарға ыдырамайды. Сондықтан барий сульфатын біз бірден алады екенбіз. Және яғни тұнбаларды алып тастаймыз. Сондықтан мына жақта бізде Д жауабында күміс жүр, ол да бізге қажет емес. Енді А жауабы мен С жауабы қалады. Бұл жақта қайтадан бізде кальций сульфаты деген нәрсе бар. Бұл да бізде тұнба. Сондықтан бұны жатқызбаймыз. Жауабымыз А болады. Яғни натрий сульфаты бізде ериді. Яғни ерит деген сөз осылық қосылысымыз бізде иондарға ыдырайды деген сөз. Яғни натрий және сульфат анионы. Кальций хлорид тура солай. Кальций және хлор анионы. Калий хлориді калий және хлор анионы. Міне осымен 20 сұрақты аяқтадық. Енді келесі кезек көп жауапты тесттер. Бұл бізде 21 сұрақ. Кальций нитраты мен калий карбонаты арасындағы реакцияның молекулалық және қысқартылған иондық теңдеулері дейді. Енді аса қатты бұл есептің ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жақта ескеретін нәрселер мұқият болу керек. Біріншісі кальций нитраты және калий карбонаты дейді. Ерінбей жазып көріңіздер. Яғни кальций нитраты және калий карбонаты. Калий 2 СО3. Түзіледі. Кальций карбонаты және калий нитраты. Теңестірсек, алдына 2 қоямыз. Болды. Сонда біз мұнау Б жауабын мүлдем алып тастаймыз. Бұндай реакция жүрмейді бізде. Келесі, С жауабы мен А жауабын қараңыздар. Қандай бір-біріне ұқсас, бірақ мына жақта бізде алдында 2 тұр. Ол 2 болмау керек. Ол 2 калий нитратының алдында болу керек. Сондықтан дұрыс жауап мына жақта Аны белгілейміз.
бұл бізде молекулалық теңдеу және қысқартылған иондық теңдеу дейді. Бұл жағдайда бізде тұнба қалып қояды. Яғни тұнбамыз бізде кальций карбонаты. Ал кальций карбонатын түзу үшін қандай иондар қажет? Ол әрине кальций ионы және карбонат ионы. Соның нәтижесінде бізде кальций карбонаты түзіледі екен. Бұл жақта да міне екі жауап бар бізде. Қайттан бір-біріне өте ұқсас. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Бұның алдында екі тұр, ол екі болмау керек. Дұрыс жауабы Е болады. Не болды? Сонда жауабы бізде А, Е. Келесі. 22-ші. Натрий силикаты. Натрий карбонат тұздар ерітінділерінде лакмус, метил оранж және фенолфталин индикаторларының түстері. Енді бұлардың түстерін анықтау үшін бірінші реакцияның, былай айтқанда, осы тұздардың ортасы қажет. Яғни біз білеміз, бізде үш орта бар. Ол бізде жаңағы қышқылдық орта, бейтарап орта және негіздік орта, немесе сілтілік орта деп айтады. Енді бұл жағдайда бізде үш индикатор беріліпті. Үшеуінде сызайық онда. Үшеуінде сызайық. Біріншісінде метил оранж дейік, екіншісіне лакмус дейік, және үшіншісіне фенолфталин дейік. FF деп қойық. Енді метил оранжтан бастайық. Метил оранжымыз бізде қышқылдық ортада қызыл. Бейтарап ортада бізде қызыл сары. Ал негіздік ортада, яғни сілтілік ортада бұл сары түс. Келесі. Лакмус индикаторы. Келесі лакмусымыз бізде қышқылдық ортада қызыл түсті көрсетеді. Бейтарап ортада ол күлгін. Ал сілтілік ортада бұл бізде көгереді, яғни көк түсті. Фенолфталиніміз бізде қышқылдық және бейтарап ортада бізде түсі жоқ, түссіз. Ал негіздік ортада бұл бізде таңқурай түсті. Таңқурай, яғни малина түсті. Мына жақта таңқурай деп қойық, атын таңқурай деп қойық. Бұл бізде таңқурай түсті екен. Сонда енді бізге осы тұздардың ерітінділері қандай екенін анықтау керек. Бірінші натрий силикатын қарайық. Натрий 2 силициум 3. Енді бұл тұздың, былай айтқанда, біз бейтараптану реакциясының өнімі деп есептейміз. Яғни бұл бізде натрий гидроксиді мен кремний қышқылының арасында жүрген бейтараптану реакциясының өнімі ретінде қарастырамыз. Сонда натрий гидроксидіміз бізде күшті негіз. Күшті негіз. Ал кремний қышқылы бізде әлсіз. Әлсіз қышқыл. Неге? Себебі бұл тұнба, яғни диссоциацияланбайды. Сонда бізде күшті негіз болғандықтан бұл бізде негіздік орта көрсетеді. Негіздік орта, яғни OH-, OH- ортасын көрсетеді бұл. Келесі тұзымыз натрий карбонаты. Бұл тұзымыз тура сондай, яғни натрий гидроксиді және көмір қышқылы H2CO3. Көмір қышқылы да бізде әлсіз, натрий гидроксиді мықты, күшті. Сондықтан бұл сілтілік ортаны көрсетеді. Бұл да негіздік орта. Сонда негіздік ортада бұл көрсетеді. Яғни лакмус, метил оранж индикаторы сары түсті. Лакмус индикаторы бізде көк түсті, яғни GH, және соңғысы фенолфталин бізде таңқурай түсті. Осы үш жауапты белгілейді екеміз. FGH болады. Дұрыс жауап. Келесі 23-ші сұрақ қойдық. Негізгі топша бейметалдарының рет саны артқан сайын артады дейді. Яғни қандай параметрлері артады дейді. Енді кез келген топшаны алыңыздар бұл кезде. Қайсысы ыңғайлы өздеріңізге. Біз 6-шы топты қарастырайық.
мысалы оттегі және күкірт. Оттегі бізде 8-де 16, күкірт бізде 16-да 32. Жақсы. Енді біріншіден бұнда өзгеретіні әрине тотықсыздандырғыштық қабілеті. Жалпы қарастырайық. Бізде оттегі қосылыстарда, яғни тотығу дәрежесі азаяды үнемі, үнемі азаяды. Яғни бұл бізде былай айтқанда тотығу процесі, тотықсыздану процесі бұл бізде тотықтырғыш болады. Яғни тотықтырғыштық қабілеті жоғары. Бірақ ары қарай күкірттен бастап, яғни рет саны артқан сайын бұның тотықсыздандырғыштық қабілеті арта бастайды. Келесі, атом радиусы артады бізде. Яғни бұны қарапайым қарастырсақ болады. Мысалы, оттегіде бізде ядро заряды +8, бірінші деңгейде 2 электрон, екінші деңгейде 6 электрон. Күкіртте ядро заряды +16, бірінші деңгейде 2, екінші деңгейде 8 және үшінші деңгейде 6 электрон. Яғни қараңыз, күкіртте енді 3 деңгей бар. Яғни атом радиусы артады. Және ең бастысы әрине ядро заряды артады. Ядро заряды дегеніміз осы бізде протон саны, ядродағы протон саны. Оттегіде 8 болса, күкіртте ол 16. Яғни ядро заряды өсті. Келесі 24-ші. Тұрмыста өрт сөндіргішті жабдықтауда және жасанды минералды суларды өндіруде қолданылатын зат. Бұл енді жаңағы таза теориялық сұрақ. Бұл бізде жауабы натрий гидрокарбонаты. Бұл бізде тұрмыста өрт сөндіргіш жабдықтауда қолданылады. Жасанды минералды суларды өндіруде және қарапайым ас содасы ретінде де осы қосылыс қолданылады екен. Келесі 25-ші сұрағымыз амин қышқылдарына тән қасиет дейді. Жаңа амин қышқылдарында бір сұрақ келді, яғни бұда амин топшасы бар және карбон қышқылының топшасы бар дедік. Енді бұлардың бізде қасиеттерін сұрап отыр. Бұлар жалпы бізде суда өте жақсы ериді. Бұлардың балқу температуралары жоғары. Себебі араларында бізде пептидтік байланыс бар. Және бұлардың дәмі тәтті болады. Міне осы 3 параметрін құрметті жолдастар өтініш біліп жүріңіздер. Дұрыс жауап BFG болады. 26-шы сұрағымыз. Молекулалық кристалдық торы бар заттар дейді. Енді молекулалық кристалдық торы бар заттар бізде жалпы көбінесе енді ковалентті байланыста қосылыстар жатады. Біріншіде кремний 4 валентті оксидінде бізде ол атомдық кристалдық тор. Бірден алып тастаймыз. Келесі кремнийде атомдық кристалдық тор, көміртекте де бізде атомдық кристалдық тор, келесі сутегі азот және оттегі. Қарасақ барлығында ковалентті полюссіз байланыс. Сондықтан бұда біріншіден молекулалық кристалдық тор болады. Келесі Е жауабында да барлығы ковалентті полюсті байланыс енді бұл кезде. Бұл да бізде молекулалық кристалдық тор бар затқа жатады. Және бұл жақта мына жақта көміртегі бар, ол бізде атомдық, бірден алып тастаймыз. G бізде металдық кристалдық тор және H гелий, неон, аргон. Бұлар да біз металдық кешірім сұраймын, молекулалық кристалдық торға жатқызамыз. Бұлардың молекуласы бір атомнан тұрады. Сондықтан гелий, неон, аргон болды. Дұрыс жауаптар сонда D, E және H. Келесі. Фтордың басқа галогендерден айырмашылығы дейді. Енді шынымен фтор біраз өзгеше элемент. Басқа галогендерге ұқсамайды. Біріншіден бұның валенттілігі тек қана бірге тең. Бұл неге екен соны қарастырайық. Ядро заряды +9, бірінші деңгейде 2 электрон, екінші деңгейде 7 электрон. Яғни 1s, 2s және 2p деңгейшелері бар. 1s-те 2, 2s 2 және 2p
ары қарай бізде 5 электрон қалады. Міне қараңыздар. Соңғы электрондық деңгейдегі бір ұяшықтағы былай айтқанда электронымыз бізде жұптаспаған. Сондықтан бұл тек қана бір валентті болады. Бір валентті. Себебі бізде былай айтқанда 2D деген деңгей жоқ. Сондықтан бұл тек қана бір валентті болады. Және бұда ерекшелігі бос S орбиталь жоқ болады. Кешірім сұраймын. S орбиталі бар ғой. Бұда D орбиталі жоқ. Жаңа айттық қой. Бұда S және P ғана бар. Бірақ D орбиталі жоқ. Яғни міне осы екі жауап қана сәйкес келіп тұр. Сондықтан AF болады. Келесі, бір атомды қаныққан спирттердің дегидраттану өнімдері дейді. Енді бұл жауаптың бірнеше дұрыс жауабы бар енді. Қарастырайық қандай екен. Жалпы спирттерде бізде дегидратациялаудың екі түрі бар. Ол бізде молекула ішілік және молекула аралық. Молекула аралық дегидратациялау бізде 140 градустан төмен жүреді. Яғни молекула аралық десе, екі молекуланың арасында жүреді. Бұл кезде бізде күрделі емес жай эфир түзіледі және су. Яғни екі молекуланың арасында жүреді бізде. Бұған бір мысал келтіріп өтейік. Мысалы, этанолды қарастырайық. Этанол және этанол. Бұл айтқанда бұл жаңағы молекула аралық дегидратация. Температура 140 градустан төмен кезде. Яғни екі молекуланың арасындағы біреуінен OH молекуласы кетеді, OH екіншісінен сутегі кетеді. Нәтижесінде түзілетін өнім бізде C2H5 оттегі C2H5. Бұл айтқанда диэтил эфирі және су. Яғни қарайық, бұл бізде жай эфир түзілді және су түзілді. Екеуін белгілеп қойық біріншіден. Ал екінші дегидратациялау түрі ол бізде температура 140 градустан артық болған кезде. Бұл жағдай бізде молекула ішілік деп аталады. Яғни бізде қанықпаған көмірсутек алкен түзіледі және су түзіледі. Сонда алкенді де осы белгілейміз. Дұрыс жауаптар бізде А, F және G. Келесі 29-шы есеп. 216 грамм бір валентті металды сұйытылған азот қышқылмен әрекеттестіргенде көлемі 14,9 литр азот еквалентті оксиді бөлінді дейді. Металды анықтау қажет. Енді реакцияны жазу керек бұл жағдайда. Ең маңыздысы бұл реакция. Және оны дұрыс теңестіре бөлу. Яғни металл азот қышқылымен әрекеттестірді. Нәтижесінде металл нитраты түзілді. Металлымыз бір валентті, бір валентті металл деп тұр. Сондықтан металл NO3 болды. Ары қарай азоттың еквалентті оксиді бөлінді, NO және су. Реакцияны теңестіреміз. 3, 4, 3 және судың алдына 2. Енді ары қарай металдың малярлық массасын біз қайтадан X деп алайық. Металдың малярлық массасын X грамм моль деп алайық. Сонда металдың зат мөлшері бізде 216 бөлінген X болады. Ал азот еквалентті оксидінің зат мөлшері бізде NO-ның зат мөлшері V бөлінген VM, яғни 14,9 литрді бөлеміз 22,4-ке. Сонда 0,665 моль болады екен. Ал енді бұны
әкеліп реакция теңдеуіне қоямыз. 0,665. Ал металдың зат мөлшерін анықтаймыз. 0,665-ті 1-ге бөлеміз. Яғни NO-ның коэффициентіне бөліп, металдың коэффициентіне көбейтеміз. Сонда 3-ге көбейтетін болсақ, бұл бізде 2 моль шығады. 2 моль. Сонда бұл 2 моль екен белгілі болды ғой. Бұны әкеліп осы жерге қоя саламыз. 216 бөлінген x тең болады 2-ге. Сонда x анықтасақ, 108 шығады. 108 грамм моль, яғни бұл бізде күміс, аргент. Келесі, 30-шы есебіміз барий хлоридінің 20% ерітіндісіне дейді, яғни 240 грамм 20% ерітіндісіне 245 грамм 25% күкірт қышқыл ерітіндісін араластырғанда түзілген тұманың массасы дейді. Енді бұл жағдайда біз таза компоненттердің массалары мен зат мөлшерлерін анықтауымыз қажет. Яғни бірінші жағдайда 240-ты 0,2-ге көбейтеміз, 48 грамм. Енді барий хлоридінің бірден зат мөлшерін анықтап жүрейік. Яғни периодтық кестеге үңілейік бұл жағдайда. Бізде барийіміз 137. 137-ге біз қосамыз 71-ді. Нәтижесінде 208. Сонда 48-ді бөлеміз 208-ге. 48-ді 208-ге бөлетін болсақ, 0,123 моль. Келесі. Енді күкірт қышқылын табамыз. Күкірт қышқылының массасы, яғни 245-ті көбейтеміз 0,25-ге. Сонда 61,25 грамм. Енді зат мөлшерін есептейік. 61,25-ті бөлеміз 98-ге. Сонда тең болады бізде 0,625-ге. 625 моль. Енді ары қарай есептейік. Енді реакцияны жазайық. Барий хлориді қосылған H2SO4. Сонда барий сульфаты және 2H хлор. Сонда ары қарай барий хлориді бізде 0,23 моль, 123 және күкірт қышқылымыз 0,625 моль екен. Енді әрине кішкентай ол бізде 0,123. Сонда барий сульфаты да бізде 0,123 моль болады. Барий сульфатының массасын есептейтін болсақ енді, зат мөлшерін көбейтеміз молярлық массасына 233-ге. Сонда жауабы бізде 53,8 грамм шықты. Жауабы сонда F болады. Міне, құрметті оқушылар, осымен химиядан сынағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыздар.